Сәлем достар, бүгін біз сіздермен 34-ші жаттығудың есептерін шығарамыз, яғни конденсатор тақырыбына берілген есептер. Бірінші есептің берілгенінде былай дейді. Екі пластинадан тұратын конденсатордың электр сыйымдылығы 5 пикофарад дейді. Егер оның астарларының арасындағы потенциалдар айырымы 1000 вольт болса, оның әр астарында қандай заряд бар дейді. Яғни берілген жазып алайық. Қарапайым есеп. Сыйымдылығы берілген 5 пикофарад, яғни 10-ның минус 12 дәрежесі фарад бірден жазып кетейік. Және астарларының арасындағы кернеу 1000 вольт дейді. Бізге осы конденсатордың зарядын табу керек екен. Енді алдында сыйымдылық деген тақырыпты өткен кезінде ол Q бөлінген не болатын? U болатын. Осы жерден Q-ді тапсақ, ол С көбейтілген не болады? U болады. Мәндерін орнына қоятын болсақ, Q тең, С-мыз 5 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі фарад, көбейтеміз 10-ның 3 дәрежесі мыңымыз, вольт, сонымен шығады 5 көбейген 10-ның минус 9 дәрежесі, ол бізде нано кулон. Яғни бірінші есебіміз осындай қарапайым екен. Енді екінші есеп былай дейді. Пластиналарының өлшемі 25 көбейтілген 25 сантиметр және олардың арасындағы қашықтық 0,5 мм. Жазық конденсатордың потенциалдар айырымы 10 вольт кернеу көзімен зарядталып дейді. Содан кейін одан ажыратылды дейді. Егер конденсатор пластиналарын 5 мм-ге алшақтатсақ дейді, оның потенциалдар айырымын анықтаңыз дейді. Яғни бастапта 0,5 мм арақашықтықта болған екен, және өлшемі S деп жазайық. Енді бұл 25 көбейтілген 25 сантиметр дейді. Және арақашықтық басында D1 0,5 мм болған екен. Сол кезде оны зарядтаған, яғни кернеу көзімен зарядтаған 10 волттық. Одан кейін ажыратып D-ны 5 мм ғып алыстатқан. Сол кезде бізге оның арасындағы, яғни U1 болса, U2 потенциалдарының айырымы қанша болды дейді. Енді біз не істейміз? Бірінші әрине сыйымдылықтың формасын жазайық. Жазық конденсатордың С тең эпсилон 0S бөлінген Т. Тура солайынша С тең Q бөлінген U. Енді мына екеуін теңестірейік. Сонда бізде не болады ары қарай? Яғни эпсилон 0S бөлінген D-мыз тең Q бөлінген U-ға деген сөз. Енді бірінші жағдай және екінші жағдай үшін жеке-жеке жазатын болсақ, бізде S өзгермейді, сол конденсатор тұрақты, Q өзгермейді, өйткені оны зарядтап алды да, одан кейін ажыратып тастады. Демек, одан ары қарай ода зарядтың шамасы өзгермейді деген сөз. Сонда Q мен S өзгермейді, эпсилон 0 деген тұрақты бізде, тек D мен не өзгереді? U өзгереді. Сәйкесінше жазайық. Эпсилон 0S бөлінген D1 болса, сәйкесінше Q бөлінген U1 болады. Ал екінші жағдай үшін эпсилон 0S D2 болса, сәйкесінше Q бөлінген U2 болады деген сөз. Енді мынадан D1 мен U1-дің қатынасын тапсақ, ол неге тең болып тұр? D1-ді былай жібереміз, Q-ді оның орнына жібереміз. Эпсилон 0S бөлінген Q болып тұр. Бұл мынадан шықты. Ал екіншісінен D2 бөлінген U2-ні тапсақ, онда ол неге тең болып тұр? Эпсилон 0S бөлеміз Q-ға. Қарасақ, мына екеу бір-біріне тең, Демек, мына жағда теңдіктің бір-біріне қандай болу керек? Тең болу керек. Осы ара қатынасты алсақ, D1 бөлінген U1 тең D2 бөлінген U2. Осы жерден біз U2-ні өрнектеп алайық. Сонда U2-міз бізде тең болады. Ол U1 көбейтілген D2 бөлінген D1. U1 көбейтілген D2 бөлінген D1. Енді
біз қарайық, мына жерде де миллиметр, мында да миллиметр. Біреу бөлшектің бөлімінде, біреу алымында көбейтіліп тұр, демек олар қысқарып кетеді. Миллиметрдерді айналдырудың қажеті жоқ, иә. Сонда U1-дің орнына 10 вольтты қояйық. D2-ның орнына 5 миллиметр. Бөлеміз 0,5 миллиметр. Сәйкесінше мына екеуін қысқартсақ 10 шығады. Сонда 10 мен 10-ды көбейтсек 100 вольт. Яғни U2-міз 100 вольтқа тең болады екен. Яғни бірінші U1 кернеумен зарядтап алып 10 вольттық, оның ара қашықтығын біз арттырып жүрсек, 10 есесіндей, демек кернеуімізде 10 есеге артып кетеді екен. Балалар, сіздерге шығарылған бұл есептер түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.